Ассаламағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін мінеке біз көршілес жатқан Қырғыз еліндегі Інжу Маржан болып есептелетін Ыстықкөлдің жағасындамыз. Ыстықкөл әлемдегі терең көлдердің алтылығына кіреді. Бейресми ақпараттарға сенетін болсақ, көлдің тереңдігі 700 метрден асып жығылады екен. Көлдің асты әлі түгел зерттеліп болмаған. Кеңес өкіметі кезінде көлдің түбінен біраз ыдыстар табылған. Олардың осыдан 2500 жыл бұрын және өте озық технологиямен жасалғаны жайлы және түбі алып қазан шұңқырда бір замандарда ел болды дегенді болжайды. Ыстықкөлдің суы қанша заман өтсе де еш азаймаған. Өзендер құяды, бірақ ешқандай өзен ағып шықпайды. Ғалымдар оның толысып отыратынын осымен түсіндіреді. Әсілі көлдің ыстық аталуы суының температурасына орай айтылмаған сияқты. Бір замандарда әулие көл болыпты дейді. Тіпті ыстық сөзінің мағынасы көне түркі тілінде әулие, қасиетті деген мағынаны береді. Ыстықкөлдің пайда болуы жайында ел аузында көптеген аңыз әңгімелер бар. Ерте заманда қазіргі тау аңғарындағы толқынды көлдің орнында үлкен әрі әдемі шаһар болыпты. Күндердің күнінде 7 жұттың бірі зілзала болып, қаланы құлатып, адамдарды жаппай қырғынға ұшыратады. Леп-лезде жер опырылып пайда болған шұңқырға су толыпты. Сөйтіп, әлгі шаһардың орнында үлкен көл пайда болыпты. Ал оның алдында бір топ бойжеткен қыздар от жағу үшін тезек теруге кетеді. Тек осы қыздар ғана қауіп-қатерден аман қалыпты. Апаттың болғанын білген олар әр күн сайын көл жағасына келіп, жақындарын жоқтап, жылап қайғырады екен. Олардың көздерінен аққан жастары көлге тамыпты. Сол жастардың төгілгені соншалық әлгі көл ащы болып кетіпті. Әлгі қыздардың қайғы мұңы көп ұзамай көлдің атауына себепкер болады. Яғни ыстық, жас секілді көл аталады. Ақсақалдардың айтуына қарағанда көл мінезі қайғырған қыздардың мінез құлықтарымен, көңіл күйлерімен үндес екен. Бірде сұп-сұр болып толқынын тулатса, бірде тынық ойға батқандай тыныш болады. Thank you.